Сәлем қыздар, бүгін сіздермен муравейник тәттісін дайындайтын боламыз, яғни құмырсқаның ұясы деп аталатын тәтті. Ең алдымен біз ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Ұнды алдын ала міндетті түрде елгезерден өткізіп алыңыздар. Және де осының үстіне разрыхлителімізді саламыз, және майымызды саламыз. Майымыз холодильниктен шыққан болуы керек. Өте қатты еріп тұрған майды қолданбаймыз. Және осыны жақсылап араластырып, қолымызбен үгітіп крошки жасайтын боламыз. Біздің қамырымыздан осылай крошки дайын болады. Барлығы дерлік араласқан болуы керек. Осылай дайындап аламыз да бөлек қоя тұрамыз. Және келесі жұмыртқа мен қантымызды араластыруға кірісеміз. Жұмыртқа мен қантты екеуін жеке ыдыста осылай миксерсіз венчиктің немесе вилканың көмегімен қантымыз ерігенге дейін осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқалы массамызды дайындап қойған крошкемізға, яғни ұнымыздың үстіне салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр илеу барысында артық ұн қоспаймыз. Осы массамен бізге қолымызға жабыспайтын өте әдемі қамыр пайда болады. Қамырымызды кішкене салқындатып алуға 5-10 минутқа холодильникке сала тұрамыз. Мен процесті тездету үшін қамырымызды мясорубканың көмегімен, яғни ет тартқыштың көмегімен тартып алдым. Ал сіздер қамырды теркадан өткізетін болсаңыздар, морозильникте көбірек уақыт ұстасаңыздар, қамырларыңыз қатты болып, теркадан өте әдемі болып шығады. Мен осылай мясорубканың көмегімен өткізіп алдым. Және де алдын ала қызып тұрған 200 градуста 15-20 минутта осылай пісіріп аламын. Біздің муравейнигіміздің печеньелері дайын болды. Дайын болған қамырды осылай қолымызбен үгітіп аламыз. Араластырғанға ыңғайлы болу үшін мен үлкенірек ыдысқа ауыстырып алдым. Барлығын осылай біркелкі майда етіп қолымызбен үгітіп шығамыз. Және де осы печеньелеріміздің үстіне три желания сгущенкасын қолданамыз. Именно осы сгущенканы қолданғаныңыз дұрыс. Муравейниктеріңіздің дәмі керемет болып шығады. Басқа заменяющий арзан сгущенкаларды қоспай қойсаңыз болады. Және қалауыңыз бойынша кишмиш немесе орехи қоссаңыз мүлдем бомба рецепт болып шығады. Менде қолымда орех болмады, сол үшін қоса алмадым. Егер қаласаңыз грецкий орехты үгітіп қосып жүрсеңіз, дәмі өте керемет болып шығады. Осылай бір банка сгущенканы қосып, қолымызбен немесе қасықпен жақсылап барлығы сіңгенге дейін араластырамыз. Бұл муравейникті жеке порционно жасасаңыз да болады, немесе тарелкаға немесе кесені сулап алып, соған салып, төңкеріп, жеке десерт сияқты, торт сияқты үлкен формада жасасаңыз да болады. Бетіне шоколадты ерітіп, узор жасауға болады. Мен қазір бұны порционный муравейник қып шығарамын, яғни бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде бізде жалпы салмағы 1,5 килодай шықты. Енді осыны біз 40 грамнан осындай 12 бөлікке бөлетін боламыз. Сонда 500 грамнан 12 муравейник шығады менде. Сонда 1,5 килодан сіздерде 36 муравейник шығатын болады. Және осылай бөліп, чайный стол набор жасап сатсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Және сіздің кеткен товарыңызды, яғни продуктыңызды ақтайды. Осыменен біздің муравейнигіміз дайын болды. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептерді қарайтын боласыздар. Және де қоңырау белгішесін басуды ұмытпаңыздар.